Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Тоты құс неде пайда болғандығы туралы әңгімелейтін боламыз. Тоты құс бір кергетпе адам еді. Оның шын есімі Бабағай болыпты. Қыздың да кемпірдің де даусын салып құбылтты. Шал-шауқаңды мазақ етіп көп алдында қынжылтты. Бірде бір әулие Құдайдың бірлігін, пайғамбардың ерлігін мақтап жамағаттың ортасында хисса айтып отыр еді. Бабағай оны мазақ етті. Әулие сөзін кемпірдің даусына салып түрлентті. Жұрт алдында Құдай досын күлкі етті. Сол сәтте илахи сөздің киесі ұрды. Бабағай құсқа айналып пыр етіп ұша жөнелді. Күлкісін жия алмай отырған жұрт сол заматта тәубесіне келді. Тіпті әулиенің өзі бұл кереметке таңғалды. Осыдан бастап хикметті сөзді әзіл қылжаққа айналдырмаңдар деген тыйым қалды. Есті сөзді есер бұзар, ессіз сөзді ессіз тұтар деген тәмсіл де осыдан шығыпты. Бабағайды кейін жұрт папағай, папугай атапты. Парсы жұрты оны туту деп атаған екен. Ол сөзіңді қайталап ойнайтын кертартпа дегенді білдіреді. Құдай тағала Бабағайдың ісінен сабақ алсын деп тоты құстың сөйлейтін қасиетін жоймады. Әрі қарай тоты құс туралы қызықты мәліметтер. Тоты құс адам сөзін қайталауға қабілеті бар ерекше құс. Жарқын келбетінің және дамыған ақыл-ойының арқасында сүйікті үй жануарына айнала алды. Тоты құсты басқа құспен шатастырып алу қиын. Ол өзінің мықты тұмсығымен бірден көзге түседі. Бұл қанаттылардың тұмсығы азықты ұстауға, ағаштарға өрмелеуге және жаудан қорғануға көмегін тигізеді. Табандарында 4 саусақтан болады. Екеуі алдыға, екеуі артқа бағытталған. Ең үлкен түрінің салмағы 1,5 килограмм, ал денесінің ұзындығы 1 метрге дейін жетеді. Ең кішкентай өкілдерінің дене ұзындығы 7-13 сантиметр, ал салмағы 12-13 грамм. Табиғи жағдайда тоты құстардың кейбір түрлері 50 жылға дейін өмір сүреді. Бұл құстардың 330-дан астам түрі белгілі. Жылу сүйгіш болғандықтан олар субтропиктік және тропиктік климатта тіршілік етеді. Ең көп таралған аймақ Австралия континенті. Көбінесе ормандарда қоныстанады, бірақ кейбір түрлері далалық және таулы аймақтарда кездесуі мүмкін. Сөйлеу мүшелерінің ерекше құрылымына байланысты түрлі дыбыстарды қайталай алады. Дегенмен тоты құстар сөйлей алмайды. Олар тек адамның сөйлеуіне еліктейді. Жануарлар әлемінде олардан басқа ешкімде мұндай қабілет жоқ. Тоты құстар жер бетінде біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырдан бері мекен етеді. Олар ұзақ уақыт бойы өзінің әдемі қауырсындары үшін жойылған. Бұл құстардың санының азаюына ормандардың кесілуі де әсер етті. Қазіргі уақытта осы қанаттылардың кейбір түрлері қызыл кітапқа енгізілген. Бұл үй жануарын пәтеріңізге ұстағыңыз келсе, жас құсты сатып алуға кеңес береміз. Олар жаңа жағдайларға оңай бейімделеді. Ұрпақты тезірек береді және белсенді болады. Дұрыс күтім жасасаңыз, құсыңыз ұзақ өмір сүреді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.